Саламатсыздарбы. Бүгүнкү пәнибиздин аты уюм экономикасы. Бүгүнкү сабактын такырыбы өндүрүстүк процесстерди уюмдаштыруунун негизги принциптери. Өндүрүш процессинин маани жана маңызы эмне? Ар бир кәсіпорын жумусунун негизин өндүрүш процесси курайды. Элибиздин экономикасын көтөрүүдө оны интенсификациялоо әрине маңызды роль ойнойт. Башка сөз менен айтканда, өндүрүш тийимдүүлүгүн жогорулатуу оны интенсификациялоо аркылуу мүмкүндүк берет. Интенсификациялауга не жатат? Оған жұмыс уақытын жоғалуын қысқарту, жұмыс уақытты тығыз пайдалану, еңбек өнімділігін көтеру, жаңа техника мен технология енгізу, өндіріс процесін рационалды ұйымдастыру және тағы да басқалар жатады. Мысал алатын болсақ, мұнай-газ саласында өндіріс процесін интенсификациялау факторларына оны жалпы механизациялау, автоматтандыру, конвейерлі өндіріс енгізу жатады. Өндіріс процесі бұл технологиялық, табиғи процесстерді және бір-бірімен байланысты еңбек процестерінің бірлігін айтамыз. Ал еңбек процесі деп еңбек затын, оның формасын, көлемін, физикалық жағдайын, орналасуының сыртқы түрін және тағы да басқаларды өзгертуін айтамыз. Өндіріс процестері бірқатар белгілермен анықталады. Олар жұмысшының өндіріс процесіне қатысу дәрежесіне байланысты қол еңбек процесі, машиналық өндіріс процесі, автоматтандырылған ақпараттық болып бөлінеді. Өндірістегі белгіленген мақсатына байланысты ол негізгі және қосалқы болып бөлінеді. Ал мазмұны бойынша өндірістік процестер механикалық және физика-химиялық болып бөлінеді. Ал өту жағдайына және ұзақтылығына байланысты өндірістік процестер үздікті және үздіксіз болып бөлінеді. Өндіріс процестерінің ұйымдастырылуы. Бұл кез келген өндіріс процесі оның орынды, тиімді ұйымдастырылуын қажет етеді. Өндіріс процестің ұйымдастырудың негізгі принциптері: үздіксіздік, ырғақтылық және пропорциялық. Үздіксіздік принципі еңбек заты үздіксіз өңделіп, дайын өнім үздіксіз өндірілуін білдіреді. Яғни өндіру процесі тоқтаусыз әрі үзіліссіз өтеді. Өндірістік процесс үздіксіздігі негізгі қорларды неғұрлым толық пайдалануға және айналым тездетуге мүмкіндік береді. Кәсіпорынның берілген жоспары немесе графигі бойынша бір қалыпты өнім шығарып отыруын білдіреді. Ырғақтылық принципі. Бұл өндіріс процесінің ырғақтылығы кәсіпорынның барлық цехтары мен бөлімшелерінде өндірістің бір қалыпты жүріп отыруымен қамтамасыз етіледі. Өндіріс процестердің пропорциялылығы операциялардың ұзақтығы бойынша теңдігін немесе олардың еселілігін, яғни бір орындалғанда толығымен аяғына дейін атқарылуын білдіреді. Өндірісті ұйымдастырудың негізгі әдістеріне жаппай, сериялық, жеке дара жүргізу әдістері жатады. Өндірісті ұйымдастырудың жаппай әдісі бірыңғай, біркелкі өнімді көп көлемде үздіксіз шығарумен мінезделеді. Ал өндірісті ұйымдастырудың сериялық өндірісі бұл өнімнің бір түрінен екінші түріне жеңіл ауысуын қамтамасыз ететін өнімді сериялармен шығарумен мінезделеді. Жаппай өндіріс әдісімен ұйымдастырылған кәсіпорындардың жеке учаскелерінде қолдануға болады. Өндірісті ұйымдастырудың жеке дара әдісі өнімнің майда сериялармен және бөлек бірліктермен шығарылуымен мінезделеді. Жеке дара өндіріс жаңа неғұрлым жетілген өнімді шығаратын тәжірибелі өндіріспен байланысты. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.